Қыздар, естеріңде болсын, жігітке ешқашан ақша бермеңдер. Некелескеннен кейін де, некеге дейін де, некелескеннен кейін де бермеңдер. Ал егер күйеуің табысы нормально болып тұрса, күйеуіңе ақша беруге болмайды. Болмайды. Үйленбей тұрып, жігіт қыздан көп сомада ақша алуы дұрыс па дейді. Бұл деген анау Альфонстың әңгімесі ғой деген. Альфонс демен ейді оны ухажер емес, ухажер қызға ғой істеледі. Ухажер мен Альфонс дейікші, қыздарды пайдаланып кететін. Красавчик жігіт болады, жігітті Алла тағала енді сымбатты қылып жаратқан. Мысалы үшін біз секілді емес, енді сымбатты, керемет, қыр мұрынды қылып жаратқан, әдемі дейді. Еркектер өзі қараған кезде қалай ол деген секілді, неге мен бұндай әдемі емеспін деп қызғанып қалатындай, мысалы солай жаратқанда. Енді көп қыздарға осы нәрсе ұнайды. Сөйткен істейді, танысады. Танысқаннан кейін әлгі жігіт бастайды жайлап. Не дейді? Айналайын, мен сені жақсы көремін, екеуміз бірге боламыз түбінде. Қазір кішкене жағдай қиын болып тұр. Осындай бір бизнестер болып кетсе, пландар болып кетсе, мен қайтарып беремін, давай осы 1 миллион маған кредит алып бересің ба дейді. Алдап-сылдап, алдай алмаймын да ғой мен қасқа, маған кім сенеді қыздың сөзіне кет дейді ғой. Оша бір сөздер айтады, ал дейді, 1 миллион алып алады деген секілді да. Олай болмайды. Қыздар, естеріңде болсын, жігітке ешқашан ақша бермеңдер. Некелескеннен кейін де, некеге дейін де, некелескеннен кейін де бермеңдер. Қатты мұқтаж болмаса. Егер де күйеуің ақшаға мұқтаж болып тұрса, көмектессең 2 сауап аласың. Бірінші садақаның сауабы, екіншісі туыстық қатынас. Туыстық қатынас дегенде қалай? Ерлі-зайыптылық қатынасын нығайтқанда 2 сауабын аласың. Ал егер күйеуің табысы нормально болып тұрса, күйеуіңе ақша беруге болмайды. Болмайды. Ол намысына тиіп кетуі мүмкін. Яки болмаса оны сен жаңағыдай сондай нәрсеге үйретіп алуы мүмкін деген секілді. Болмайды ол. Түптің түбінде сол берген нәрсені әйел адам өзі айтып шығады ше. Ол ара қатынасты жаңағыдай бүлдіріп алғанша лучше үйленгеннен кейін де, егер естемесе, проблема болмаса, қиналмаса бермеген дұрыс. Ал үйленгенге дейін вообще бермеңдер мүлдем. Бір тиын да беруші болмаңдар, бір тиын копейк те беруші болмаңдар. Түсіндіңдер ме? Үйленгенге дейін жігітің сенен ақша сұрады ма, демек ол болды. Сен ойында бір пайдаланып бір несі тұр. Қаласа да, қаламаса да солай. Екінші жағы, ухажерлық жағына келейік. Ухажерлыққа қатысты мен подкастта бір Ихсан орталған подкаст түсірдік, некеге қатысты. 2 сағатта тұратын. Соны тыңдасаңдар болады. Қырғағымен қаралмаған, 2 ай болған. Қаралмас, неге асыл қаралымды ұрысып кеткен бе? Сол жерде мен кейін айттым ухажерлыққа қатысты. Қысқа айта бастайын. Дәл сол секілді жігіттер де қыздарға сыйлық, ақша беруге болмайды. Болмайды. Жігіттер естерінде болсын. Некеге үйленгенге дейін қызға ақша бермеңдер. Сыйлықта бермеңдер. Хитпаға шақырасың, бір гүліңді алып барасың, жарайды, енді не емес, шмот емес, шотты төлейсің. Хитпаға барған кезде проблема жоқ ол мәселеде. Оған үйіне сыйлық жіберіп, аю жіберіп, телефон жіберіп, ананы істеп, мынаны істеп, 1 миллион жіберіп, сенші мартқа олай ақша. Болмайды бұлай беруге. Олай беруге болмайды. Түсіңіздер ма? Құпталмайды шариғатта да. Үйленгеннен кейін барып, аямай бер ақшаны. Ақшамен үйге кешіп келесің ғой. Кешіп келгенде қайда жүрсің деген кезде ақшамен ұрасың, намаздан келген кезде. Пақыр кісі ұрсаң, сұрамайды сенен, сосын қайда келдің, қайда жүрсің деп сұрамайды. Әсің ба? Солай үйленгеннен кейін аямай бер. Үйленгенге дейін беруші болмаңдар ешқашан ақшаны.